Енді келесі кезектегі орындайтын әнім, мен өзім осы Байғайын ауданы Оймауыт елді мекен дүниеге келдім. Сол жерде 4 жасқа шейін тұрып, одан кейін Биялы ауылына көштік белгілі себептермен. Енді сол өзімнің туған жерім, қазақта енді әке мен ананы сыйласа, өзінің туған жеріміз біздің жер анамыз ғой. Біздің анамызбен бірдей жер анамыз. Мұхамбетұлы Мәліков деген марқұм ағамыз дүниеден өтіп кетті. Бір Оймауыт деген өлең жазып, соны Жемсағыз газетіне шығарған екен. Сол Жемсағыз газетінен көріп, соны бір жаттап, поэзия қылып айтам деп жүргенде, бір күні ән қылып айтып келе жатыр екен. Қалаға көшіп барғаннан кейін, ауылдан алыстағаннан кейін, ауылды сағынғандық шығар. Сол әнді ауылға барып орындап, сол кезде халықтың ықыласын көріп, мен одан сайын әрі қарай тағы да ән жазғым келіп, халық маған шабыт берді. Сол жерде енді өнер бағаланбай қалмайды ғой, Аллаға шүкір біздің елде. Осы жерде бүгінгі концертінің де ұйымдастырылуына мұрындық болған сол қазіргі Оймауыт елді мекенінде сол елдің әкімі Қоңқаев Қуанышбек ағамыз келіп отыр. Бір жоғары көтеріліп қойсаңыз аға. Осы Қуанышбек ағам астыма ат мінгізіп бір мерейінді үстем еткен Оймауыт әніме. Қазір сол әнді орындап берейін. Сөзі Мұхамбетұлы Мәліковтікі, әнін өзім жазғам. Қабыл алыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге. Шартыланса көңілім, қиялыммен самға ұшып жетемін. Шалқып алса, шартыланса көңілім, қиялыммен самға ұшып жетемін. Көкжиекте көлбеңдеген биікпен, баурайында сайраңдаған күйіктер. Ол әнімсің, ұранымсың, Оймауыт, ұлым десең, ұланымын сүйіктер. Шыранымсың, ұранымсың, Оймауыт, ұлым десең, ұланымын сүйіктер. Оймауыттан қасырақ көшпес ұлан шары. Асан қайғы есім берген Оймауыт. Суы балдай шөбі жүйген киелім, асан қайғы есім берген Оймауыт. Көкжиектен көлбеңдеген биікпен, баурайында сайраңдаған күйіктер. Ол әнімсің, ұранымсың, Оймауыт, ұлым десең, ұланымын сүйіктер.